Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 96-шы сабақ көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін табуға берілген есептер. Бүгінгі сабақта көбейту мен бөлуге берілген есептердің белгісіз компоненттерін табуды және оған кері есеп шығаруды үйренетін боламыз. Бірінші есепте зергер 30 білезік жасады. Ол осы білезіктерді біреуіне бесеуден, әрбіреуінде бесеуден болатындай етіп бірнеше қорапшаға салды. Неше қорапша қажет болды? Шартын құрдық, жалпы 30 білезік, әр қорапшада 5 білезіктен бар. Енді бізге неше қорапша қажет? Ол үшін 30-ды 5-ке бөлеміз, сонда мәні 6-ға тең болады. Демек, 30 білезікті 5 білезіктен 6 қорапшаға бөліп салуға болады екен. Келесі, насында сұрақ белгінің орнына 6 деп жазсақ болады. Екінші тапсырма. Зергер 30 білезікті 6 қорапшаға тең бөліп салды. Не барлығы 30 білезік. Тең бөлінді ол 6 қорапшаға. Енді әр қорапшада неше білезіктен салынды? Соны табуымыз керек. Ол үшін 30-ды 6-ға бөлеміз, мәні 5-ке тең болады. Демек, мына әрбір қорапшада 5 білезіктен бар екен. Сонда жалпы 30 білезік шығады. Сұрақ белгінің орнына 5 деп жазамыз. Және мыналардың әрқайсысына 5 білезік деп жазып, сызбаны толтырып қоямыз. Үшінші есеп. Бірінші және екінші тапсырмаларды есептерге көбейту амалымен байланысты бір есептен құрастырды. Енді әр қорапшада 5 білезік бар. Ол тең бөлініп 6 қорапшаға салынды. Барлығы неше білезік болды? Яғни бұл жерде көбейту амалын қолданамыз. 5-ті 6-ға көбейтеміз, сонда 30 білезік шығады. Барлығы 30 білезік екенін таптық. Және оның сызбасын жасадық. Міне бұлай 6 қорапша болады. Оның әрқайсысында 6 қорапшаның әрқайсысына 5 білезіктен болады. Сонда барлығы неше білезік деп сұрақ қойып тұрмыз, сызбаға қарасақ. Сонда барлығы 30 білезік екен. Төртінші тапсырма. Зергер көрме залындағы 4 үстелдің әрбіреуіне 6 жүзіктен қойды. Зергер үстелдерге барлығы неше жүзік қойды дейді. Шарты құрылды, жалпы 4 үстел, олардың әр үстелге 6 жүзіктен қойылды. Жалпы неше жүзік шықты? Екеуін көбейтеміз, сол кезде мәні 24-ке тең болады. Демек, зергер 4 үстелдің әрқайсысына 6 жүзіктен барлығы 24 жүзік қойған екен. Мына жерге сұрақ белгінің орнына 24 жүзік деп жазамыз. Келесі. Пунктіндегі есеп. Зергер 24 жүзікті көрмеге бірнеше үстелге бөліп қойды. Егер ол әр үстелге 6 жүзіктен қойса, онда зергерге неше үстел қажет болды? Барлығы 24 жүзік. Әр үстелге 6 жүзіктен қойды. Неше үстел қажет? Бұл жерде бөлу амалын қолданамыз. Сол кезде бізде 4 шығады екен. Мәні 4-ке тең, демек зергерге 4 үстел қажет. Енді осы Б пунктінде осы тапсырмалардың дейді. А пунктіне және Ә пунктіне кері есеп жазды. Мен Ә пунктіне бұлай кері есеп жаздым. Үстел 4-еу қойылды 6 жүзіктен. Қойылды деп жазамыз. Қазір тілей салайын. Қойылды 6 жүзіктен. Енді бізде барлығы неше жүзік екенін табуымыз керек. Сол кезде екеуін көбейтемін, мәні 24-ке тең болды. Сонда барлығы 24 жүзік екен. Бұл бізде Ә пунктіне арналған кері есеп болады. Енді А пунктіне де кері есеп құрылды. Барлығы 24 жүзік. Өзі 4 үстел еді. Әр үстелге неше жүзіктен қойылды? Ол үшін 24-ке бөлем, сол кезде мәні 6-ға тең болады. Демек, әр үстелге 6 жүзіктен қойылғандығын
білетін боламыз. Бұл А есебінің кері есебі. Ал мынау Ә есебінің кері есебі. Шатаспаймыз, оқушылар. Келесі бесінші есеп. Бесінші есеп. Так, бесінші есеп. Бөлінгіші 24. Бөлінгіші 24, яғни 24 деген бөлінен деп тұрған сан. Бөлгіші 3, яғни 24 3-ке бөлем. Сөйтіп мәні тап дейді. 24 3-ке бөлсем 8 болады. Сол сияқты 4-ке бөлсем 6 шығады. 6-ға бөлсем 4 шығады, 8-ге бөлсем 3 шығады. Келесі әс айтады. Көбейткіштері 9 және 5 дейді. 9-ды 5-ке көбейтем, мәні тап дейді, 45 болады. Келесі бөлінгіш 28, яғни бөлеміз сол санды біз. Бөліндінің мәні 7-ге тең, яғни ол 7-ге тең екен. Яғни 28-ді қандай санға бөлсем 7 шығады. Ол 4 саны екен. 28-ді 4-ке бөлсем 7-ге тең болады екен. 6-шы есеп. 6-шы есепте тапсырманы орындады де. Мынау 16-ға арттыр дейді. Мынаның санның барлығын 16-ға қосып шығамыз. 24-ке 16 қосам, 37-ке 16 қосам, 76-ға 16 қосам, және 83-ке 16 қосам. Және мәндерін тап дейді. Міне мәндері табылды, иә. Келесі 8 есек кемік дейді. Мынаның барлығын 8-ге бөліп шығамын, есек кемік десе. 16-ны 8-ге, 24-ті 8-ге, 32-ні 8-ге, 40-ты 8-ге бөліп мәндерін табып жаздым. 7-ші есеп. Тиісті амалдар таңбасы мен белгісіз санды тап дейді. Мен екі вариантын қарастырдым бұл жерде. 17-ден 8 азайтсақ, мәні 9-ға тең болады. 17-ден 8 азайтсақ 9 болады, 9-ға 6 қоссақ 15 шығады. Екінші жолы бар тағы, 17-ге 8-ді қоссам 25 болады. 25-тен 10-дасам, мәні 15 шығады. Мына екі жолын қарастырдым. Келесі 8-ші есеп. Көрмеге 36 алқа қойылды. Олар күніне 4-ден бірнеше күнде сатылды. Алқалар неше күнде сатылды? Шартын құрдым. Көрмеге жалпы 36 алқа. Ол 4 күнде сатылып кетті. Алқалар неше күнде сатылды? Бөлу амалын қолдандым. Сол кезде алқалардың 9 күнде сатылғандығын таптым. Әп оның күнде көрмеге қойылған алқалар күніне 4-ден 9 күнде сатылды. Неше алқа сатылды дейді. Күніне 4 алқадан сатылса, 9 күнде сатылса, жалпы неше күнде сатылғандығын табу үшін екеуін көбейттім. Сол кезде мәні 36-ға тең болды. Демек барлық 36 алқа сатылған екен. Келесі соңғы 9-ші есеп. Ойлан тап дейді. Екі санын дейді. Екі санын 4 рет қолданып дейді. Қалай мәні 9-ға 4-ке тең болатынын табуға болады дейді. Ол үшін 2-ні 4 рет жазып алып, арасына осындай қосу, азайту, көбейту, бөлу амалдарын қойып есептеп көреміз. Мен былай көрдім, 2-ні 2-ке көбейтсем 4 шығады екен. 10-ны 2-ке бөлсем қайтып 2 шығады. Сол 2-ке қайтып 2-ні қоссам 4 шығады. Ал сендер өз варианттарыңды қарап көріңдер. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің 96-шы сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.